Қайырлы күн, құрметті ана. Дәл осы видеоны көрсеңіз, балаңыздың денсаулығын бағалайтын ата-ана ретінде сізді мен танимын. Бүгінгі қысқа видеомызда біз талқылаймыз баладағы сарғыштық, ол қанша уақытқа дейін сақталу керек, норма қаншалықты болу керек, қай мерзімге дейін норма болып есептелінеді және одан қалай құтылуымыз керек. Үйдегі аптечканың құрамында ішінде бізде не болу керек, оны зерттейміз. Одан кейін 1 жасқа дейінгі бала қандай мамандардан тексеруден, зерттеуден өтіп отыру керек және 1 жасқа дейін қай айда қандай анализ тапсыруымыз қажет. Одан кейінгісі бала салмағы қаншалықты қосылады, 1 жасқа дейін қанша салмақ қосу керек, нормасы қаншалықты, осыны толық сіздерге түсіндіріп берем. Және прививкаға менің жеке көзқарасым. Егер сіз прививка салдыру, салдырмау туралы ойда жүрсеңіз, бұл видео нақты сізге көмегін тигізетін болады. Енді баланың жалпы туылған кездегі сарғыштығы қазіргі балаларда көптеп кездеседі. Енді норманы мен сізге нақтылап айтып берейін. Егер бала доношенный болатын болса, яғни 39-40 аптада туылса, ол кезде біздегі сарғыштық 25 күнге дейін норма. Яғни 3-ші күн сарғыштық шықты, 25-ші күнге дейін баяу түсіп, 25-ші күн толық нормаға келуі билирубиннің бұл қалыпты жағдай. Егер сіздің балаңыз недоношенный болса, 32 апта, 35 апта, 34 аптада егер сіз босанып қойған болсаңыз, бұл бізде 56 күнге дейін қалыпты жағдай болып есептелінеді. Неге ұзақ? Себебі бала туылған кезде недоношенный бауыр жалпы толығымен дамымайды, соған байланысты сарғыштық ұзағырақ болады. Енді сарғыштық жалпы неден пайда болады? Ол бізде бала ағзасында билирубиннің жинақталуы. Бауырдан бөлінетін ферменттердің мөлшері жетпейді, билирубинді ыдыратпайды, ыдырамаған билирубин бізде үлкен дәрет, моча арқылы сыртқа шықпайды да, тері астында денеде көптеп жиналып бастайды. Бұның қаупі, мен алдыңғы видеоларда егер сіз көріп жүрген болсаңыз, мен айттым, ол баланың миының дамуына, алға қарай дамуына тежеу болады. Сол үшін бұдан сақтаныңыз. Егер доношенный бала 25 күннен асып кетсе, недоношенный бала 56 күннен асып кетсе, значит сіз тревога ұруыңыз керек. 1 жасқа дейін сіздің балаңыз қай мамандардан өту керек? 1 жасқа дейін сіз 1 айында, 3 айында, 6 айында және 1 жасында 4 рет былайша айтқанда зерттеуден өтесіз. Дәрігерлердің қаралуынан 1 айында міндетті түрде учаскелік дәрігеріңіз, педиатр, невропатолог, хирург міндетті көру керек. 3 айында дәл солай педиатрыңыз, невропатологыңыз, хирург көреді және ортопедке көрсетсеңіз артықшылық етпейді. Бала 6 айға толған уақытта осы тізімге бізде офтальмолог қосылады. Бала 1 жасында міндетті түрде педиатр, невропатолог, хирург, стоматолог, офтальмолог мамандарынан толық тексерістен өту керек. Дәл мен айтқан 3, 6, 12 ай мерзім жасында бала тапсыру керек. Жалпы қан анализін, жалпы зәр анализін, биохимический анализ және 1 айлығында міндетті түрде УЗИ-лерін түсіру керек. Баланың басын, іш құрылысын, жүрегін, бұны түсіру сіздің балаңыздың былайша айтқанда алдағы уақыттағы дерттердің алдын алуға, алдын ала анықтауға, ондай асқынуға жеткізбеуге сізге мүмкіндік береді. Сол үшін ондай қиындықтарды бастан кешірмеу үшін бәрін нақты уақытымен дәл солай зерттеп, уақытылы осмотрдан өтіп отқаныңыз дұрыс. Кез келген бала 1 жасқа дейін үй жағдайында ауырады, тұмау болады, вирустың штамдарымен кездеседі, басқа да нәрсе болады, немесе түрлі травмалар, қолын кесіп алуы мүмкін, бір нәрсеге күйіп қалуы мүмкін. Үйдегі сіздің аптекада, именно аптечкаңызда не болу керек? Именно қараңыз, бірінші кезекте это бізде градусник, яғни термометр, баланың температурасын өлшегенге. Екінші нәрсе, это жаропонижающий препараттар, міндетті түрде ибуфен, нурофен, парацетамол секілді препарат. Местный, енді сізде температура түсіруден бөлек, именно вирусный инфекциялар кезде балаңыздың мұрнын шаятын растворлар, аквамарис, аквалорды тоже үйдегі аптечкада ұстасаңыз болады. Бұл біріншілік көмек ретінде вирусный инфекцияларда. Енді ингаляция жасауға бередуал, физраствор секілді растворларыңыз болғаны дұрыс, небулайзеріңіз болғаны дұрыс. Одан бөлек сіз именно бытовой травма дейміз, үйдегі жарақаттар кезінде қолданатын повидон йод, перекись водорода, стерильді вата, стерильді бинт секілді құрал жабдықтар тоже сізде үйде қол астында болғаны дұрыс.
Одан бөлек мен сізге ұсынар едім, егер балаңыз именно аллергичный болса, антигистаминный препараттарды тоже осы аптечка құрамына қосуды. Бұл препараттар сізде қол астыңызда болса, кез келген уақытта дәрігерге дейін, дәрігерлік көмекке дейін өз көмегіңізді көрсете аласыз. Ал енді қай жағдайда не жасау керек, оның барлығы мен толық басқа видеоларымда тоже түсіргем, оны тоже анықтап кетсеңіз болады. Енді келесі қозғайтын тақырыбымыз бізде баланың салмағы. Балаңыз туылды, доношный, недоношный туылған кездегі салмақтан бастап 1 жасқа дейін қанша қосу керек? Бұл сізді алаңдатады. Балаңыз салмақтан қалып жатқан жоқ па, аз қосып жатқан жоқ па, норма ма? Бұл сұрақтың жауабы қарапайым. Мен сізге жеңіл формуланы берейін. Балаңыз әр айда орташа есеппен 700 грамм төңірегінде салмақ қосу керек. Ал нақтырақ айтатын болсақ, бала туылғаннан бастап бірінші айында бізде 700 грамм қосады, екінші айында 750 грамм қосады, үшінші айда бастап қайтадан 700 и төмен қарай 1 жасқа дейін 12 айлық мерзімге дейін 50 граммнан азайып отырады. Яғни 650, 600, 550, 500, 450 солай ең орташа есеппен айтқанда балаңыз тәулігіне 8 граммнан салмақ қосып отыру керек. Енді егер балаңыз туылғандағы салмағы 6 айында 2 еселесе, 1 жасында 3 еселейтін болса, бұл норма. Оған алаңдаудың қажеті жоқ. Көршімнің баласы мысалға 3 айлығында мынанша кило болды, менікі неге ондай емес деген сұрақ қою, бұл дұрыс емес. Әр бала индивидуально, сол үшін әр қайсының көрсеткіші әртүрлі болуы мүмкін. Главный нормадан дефицит болмаса болғаны. Енді вакцина. Әр біріңізге қызықты тақырып бұл вакцина. Себебі қоғамда ата-аналардың арасында түрлі пікірлер бар. Қоғам екіге бөлініп кеткен. Біреу вакцина алған дұрыс дейді, біреу дұрыс емес дейді, біреу айтады ол мүгедектікке алып келеді. Енді осы қорқынышты сіздің бойыңызда сейілту үшін, сіздегі қорқынышты құрту үшін мен сізге өз пікірімді айтып кетейін. Вакцина деген нәрсе бұл бүкіл әлемді, қоғамды, қаншама адамзатты қиын дерттерден алып шыққан, былайша айтқанда біздің құтқарушы факторымыз. Ол нәрсені біз қолдануымыз керек, вакцина уақытылы салыну керек, оған ешқандай қарсылық білдірмеу керек. Неге? Себебі әлемде осы вакцина управляемый, вакцинаның арқасында тоқтаған түрлі дерттер бар. Түрлі қоғамдар, түрлі елдер кезінде қырылып кеткен кезде определенный возбудительдерден осы вакцинаны ойлап табу арқылы адамдардағы сол адамнан адамға берілетін эпидемия, пандемия оның барлығын тоқтатқан. Сол үшін одан қорқудың қажеті жоқ. Бір ғана нәрсені ескеру керек. Вакцина алардан алдын. Ол не? Ол баланың денсаулығы. Егер балаңыздың мұрны ақпаса, жөтелмесе, былайша айтқанда балаңыздың дені сау болса, ешқандай қарсы көрсеткіші жоқ болса, невропатолог жағынан, педиатр жағынан барлығы дұрыс болса, қорықпай вакцина салдыра беріңіз. Ал вакцинаның асқынуы ол балаңыздың ағзасындағы, балаңыздың денсаулығындағы проблемалардан болатын асқынулар. Сол үшін жақсы осмотрдан өтіп, 100% баланы сау екеніне көз жеткізіп, вакцинаны алуды сіздерге ұсынамын. Бұл ақпараттар сізге пайдалы болды деген ойдамын. Менің инста парақшама тіркелгеніңізге алғыс білдірем. Менімен бірге болып, мені қолдап жүргеніңізге алғыс білдірем. Жақсы күнде жолығайық, балаларыңыз ауырмасын.